Артық салмақтан арылуға шоколад жеуде көмектеседі десем сендер ме едіңіз? Бұдан бөлек оның құрамындағы минералды заттар біздің есте сақтау қабілетімізді жақсартып, жағымды көңіл күй сыйлайды. Бұл мамандардың пікірі, бірақ ол үшін қандай шоколад жеу керек? Қазір шоколадтың жиі кездесетін 3 түрі бар. Ол қара, ащы және ақ шоколад. Алайда ақ шоколад нағыз шоколад емес. Оның құрамына қант, какао майы, сүт және хош иістендіргіш ретінде ванилин қосылады. Какао ұнтағының орнына тек май араластырылады. Сол себепті ол шоколад болып есептелмейді. Нутрициолог Алтынай Сейітханқызы тұтынушыларға құрамында кемінде 70% какао бұршағы бар шоколад жеуге кеңес береді. Себебі құрамында какао көп болған сайын оның пайдасы арта түседі. Егер біз алатын болсақ, шоколадтың 72%-дан жоғары түрі ең пайдалы болып табылады. Ал егер де оның пайызы төмендеген сайын, оның құрамына қантты қосады да, сол себепті оның ішінде пайдалылар азая бастайды. Сол себепті біз көбінесе осы ащы шоколадтарды таңдағанымыз жөн. Сүтті шоколадтар оның құрамында пайызы көбінесе 55-35 аралығында болады какао, бірақ оның құрамында да көптеген қанттар қосылады, яғни консерванттар, түрлі дәмдеуіштер де қосылады. Сол себепті олар пайдалы шоколадқа жатпайды. Мамандардың айтуынша, какаоға бай шоколадтарды күнделікті жесеңіз де денсаулыққа зияны жоқ. Керісінше олардың құрамында ағзаға пайдалы минералдары бар. Шоколад ең бастысы бізге энергия береді. Көбісі арықтайтын кезде шоколадтан бас тартып жатады. Бірақ бастаған нәрсесін тастап кетіп жатады. Бұл энергияның жоқтығынан болады. Сондықтан бізге оның осы энергиямызды көбейту үшін, ағзадағы пайдалы холестериннің де көп дұрыс болу үшін осының барлығына қара шоколадтар бізге пайдасын тигізеді. Какаосы көп, 60%-дан жоғары шоколадтар шықылдау болады. Ішіндегі паразиті бар адамдар бұндай шоколадтарды көп жей алмайды. Олар қанты көп, өте тәтті шоколадтарды көбірек жейді. Сол себепті мамандар құрамы какаоға бай тәттілерді жеуге кеңес беріп отыр. Мұндай шоколадтарды үй жағдайында әзірлеуге де болады. Елордалық Азиза Шәріптің айтуынша, жасалу жолын үйреніп алсаңыз, оны әзірлеуге жарты сағатта жеткілікті. Қазір біз осы шоколадты ертіп, белгілі бір температураға дейін салқындап, енді мынаның ішіне тек қана таза табиғи жеміс пен жидектерді салып, үстінен шоколад қойып, қазір тоңазытқышқа саламыз 30 минутқа. Біздің шоколадымыз дайын болды, енді холодильниктен аламыз оны. Қазір сіңілім екеуміз оны жинаймыз. ақш-тың Лома-Лида университетінің ғалымдары күніне бар болғаны 48 грамм шоколад жеген адамның оқу мен есте сақтау қабілеті жақсаратынын анықтаған. Ол үшін тәттіні түске дейін жеген жөн, себебі шоколадтың калориясы көп, әрі құрамында ұйқыны қашыратын ферменттер бар екен.